Баламыздың сөйлеуін қазір өзіміз өз қолымызбен тежеп жатырмыз. Неге? Себебі моторлық деңгейде баламызды дамытпаймыз. Кезінде бізді қарап отырсаңыздар, анау ағаштан секіріп түсетінбіз, оған өрмелейтінбіз, тіземізді жарақаттайтынбыз, флягпен суды итеретінбіз, оны таситынбыз, ауыр дүниені көтеретінбіз, балшықпен ойнайтынбыз. Қарап отырсақ, оның барлығы баланың сенсорлық және моторлық дамуы болып табылады. Ал қазір бізде шектен тыс өбектеу. Бала сөйлемей жатып, деді ма, алдына түсіріп жүгіреміз де, оған суын әпереміз. Ал қарап отырсаңыздар, кезінде ата-әжелеріміз не істейтін? Ол кісілердің шыдамдылығы өте жоғары. Тіпті ана киімін кигенге дейін шыдап отыра беретін. Ал бізде қазір уақыт жоқ. Уақыттың тапшылығы сондай. Өзіміз баланы киіндіреміз, шарфысын байлаймыз, көтереміз де жүгіре кетеміз. Бұның барлығы біз балаға мынандай 4 бұрышты қораптың ішінде өсетін жағдай жасап отырмыз. Яғни өз қолымызбен өзіміз тежеп жатырмыз. Бұндай жағдайда ең бірінші бізге не керек? Кезіндегі ата-әжелеріміздің тәрбиесі керек. Ол кісілердің шыдамдылығы керек. Ол кісілер әрбір дүниені, кір жаюды, кірді сығуды, оны жууды, тіпті нәскиді киюді, осының барлығын ата-әжеміздің қандай шыдамдылығымен ол кісілер үйрете алған. Сондықтан да, құрметті аналар, балаңыздың дұрыс сөйлеуіне сеп жасаймын десеңіз, баланы асықпай оны тыңдай білу, оған сөзді айту. Тіпті бір мына қолды жууға кіргеннің өзінде мынау сабын, мынау кран, суды аштық, қолды жудық деген сияқты әр әрекетіңізді комментировать дейді ғой, әр әрекетіңізді айтып отыруыңыз керек. Міне сол кезде ғана баланың пассивтік сөздік қоры толыққанда, ол активке толығады, актив ағып төгіліп біздің аузымыздан сөзіміз шығады. Сондықтан да дәл осы қағиданы ұмытпаңыздар.